Бұл видеода бөлшек дегеніміз не екенін түсінуге тырысамыз. Бөлшек бүтін бір заттың бөлігі деген ұғымды білдіреді. Күнделікті өмірде бөлшектер өте көп кездеседі. Мысалы, дөңгелек пішіндес торт елестетейік. Ол 4 бірдей бөлікке бөлініп кесілген екен. Сосын оның суреттегі боялған бөлігі желініп қойды делік. Торттың қандай бөлігі желінді, ал қандай бөлігі қалды деген сұраққа біз бөлшекті пайдаланып жауап бере аламыз. Қандай бөлігі желінді? Торт әуелі 4 бірдей бөлікке бөлінді, оның бір бөлігі желінді. Сол себепті 4-тен бірі желінді дейміз. Ал қаншасы қалды деген сұраққа 4 бірдей бөлік болды тағы да, оның 3 бөлігі қалды. Демек, торттың 4-тен 3-і қалды деп жауап береміз. Келесі мысал ретінде шоколадты қарастырайық. Сенде 5 бірдей бөліктен тұратын шоколад бар дейік. Оның 3 бөлігін бауырыңа бөліп бердің. Бауырыңда қанша бөлігі, сенде қанша бөлігі қалды деген сұраққа бөлшекті пайдаланып жауап беріп көрейік. Барлығы 5 бөліктің 3-і бауырыңда, яғни 5-тен 3-і деп жауап береміз. Ал өзіңде қалғаны барлығы бірдей 5 бөлік, соның 2-і. 5-тен 2-сі өзіңде. Ал енді саған сұрақ. Суретте берілген фигуралардың қандай бөлігі боялған деген сұраққа жауап берсең. Төртбұрыш, дөңгелек, үшбұрыштың қызылмен боялған бөлігі қандай бөлшек арқылы өрнектеледі? Қазір видеоны уақытша тоқтата тұрып, жауабыңды комментарийға жазып қойсаң болады. Ал кеттік. Енді дұрыс жауапқа кезек берсек. Бірінші төртбұрышымыз 3 бірдей бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі қызылға боялған. Жауабы 3-тен 1. Дөңгелек 5 бірдей бөлікке бөлінген, оның 3 бөлігі қызылға боялған. Жауабы 5-тен 3. Ал енді үшбұрышқа назар аударайық. Бұл 4 бөлікке бөлінген, оның бір бөлігі боялған, демек жауабы 4-тен 1 деп ойлауы мүмкін. Алайда мұқият қарасақ, бұл бөліктер бір-біріне тең бе? Бірінші мен екінші бөлік бір-біріне тең бе? Біз олай айта алмаймыз. Сол себепті 4-тен 1 боялған деген жауап дұрыс емес. Қорытындылай келсек, бөлшек деп бүтін бір заттың бөлігін білдіретін ұғымды айтамыз дедік. Ол 2 сан арқылы жазылады. Астыңғы және үстіңгі сан. Астыңғысы бөлімі, үстіңгісі алымы деп аталады. Бөлімі берілген бүтін қанша теңдей бөлікке бөлінгенін білдірсе, ал алымы сол бөліктердің қаншауы таңдалды, немесе қаншауы қалды деген сұраққа жауап береді. Оқылуы бөлімінен алымы. Мысалы, 3-тен 1-і, 7-ден 5-і, 16-дан 11, немесе 100-ден 21. Тағы сол сияқты. Енді берілген сұрақтарға жауабыңды комментарийға қалдырсаң. Бірінші, күнделікті өмірде бөлшектің қандай мысалдары кездеседі? Екінші, Ермек шоколадтың 3-тен 2 бөлігін жегісі келді. Алайда шоколад 6 бөлікке бөлінген. Ермек осы 6 бөліктің қанша бөлігін жеу керек? Жауабыңды күтем. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңмен бөліс. Келесі кездескенше.